Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 58-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Reading 5A. Exercise 1. Look at the pictures. Which of the creatures is half human and half horse? Has got a human head, has got 3 heads, has got a long tail, and a sharp beak. Бұл жаттығуда оқушылар суреттерге қарайсыңдар және осы қай тіршілік иесінде жартылай адам және жартылай жылқы деген адамның басы ма, немесе үш басы бар ма, ұзын құйрығы және өткір тұмсығы бар деген соны табуымыз керек. Бұл тапсырмаға біздің жауабымыз Centaurs are half horse and half humans. They have got a human's head. Кентаврлар жартылай жылқы және жартылай адам. Оларда адамның басы бар. Chimera has got 3 heads. Химералардың 3 басы бар. Phoenix has got a sharp beak and a long tail. Феникстің өткір тұмсығы және ұзын құйрығы бар. Бұл бірінші жаттығуымыздың толық дұрыс жауабы. Келесі тапсырма бізде Exercise 2. Read the title and the introduction to the text. Who is Harry Potter? How are these creatures related to him? Listen and read to find out. Тақырыпқа және мәтіннің кіріспе бөліміне қарайсыңдар. Гарри Поттер деген кім? Және осы тіршілік иелері қандай қатысы бар? Тыңдалымды тыңдап, оқып және табуларың керек. Алдымен тексті оқып бірге аударайық. Mythical creatures. Мифтік жаратылыстар. Centaurs were half human and half horse. They were from the mountains and the forests of central Greece. They were wild, dangerous beasts, except for one, Chiron, who was an astronomer and a famous teacher of medicine. Кентаврлар жартылай адам, жартылай жылқы болады. Ол орталық Грецияның таулары мен ормандарынан болады. Олар астроном және танымал медицина мұғалімі Хироннан басқа жабайы қауіпті аңдар еді. The phoenix was a beautiful red or purple bird with a long golden tail. It was from India and Egypt. It could burst into flames and could be born again from the ashes. Its tears could heal someone's wounds. Феникс ұзын алтын құйрығы бар, әдемі, қызыл немесе күлгін құс болды. Бұл Үндістан мен Египеттен келген, ол өртеніп, күлден қайта туылуы мүмкін. Оның көз жасы біреудің жарасын емдейтін болған. The chimera was a weird, great musical creature. It was really odd looking. It had 3 heads from 3 different animals. At the front it had a lion's head. In the middle it had a goat's head, and its tail was a snake. It was a terrifying creature. It could bite like a lion, and it could breathe fire like a dragon from its god's head. Химера бір түрлі грек мифтік жаратылысы. Бұл шынымен бір түрлі көрінді. Оның 3 түрлі жануардың 3 басы болды. Оның алдыңғы жағында арыстанның басы, ортасында ешкінің басы, құйрығы жылан болды. Бұл қорқынышты жаратылыс болды. Ол арыстандай шығып, айдаһардай отты демалды. Ал енді берілген сұраққа жауап берейік. Who is Harry Potter? Гарри Поттер дегеніміз кім? Harry Potter is a famous magician. Гарри Поттер әйгілі сиқыршы. Harry's headmaster has a pet phoenix called Fawkes. Tears from its eyes save Harry's life after a
poisonous monster bites him. Гарридің ұстазының Феникс атты құсы болған, оның есімі Фокус, және Фокустың көзінен аққан жасы Гарридің өмірін құтқарып қалған. Міне оқушылар, бүгін сендермен 58-ші бетті бірге талқыладық. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.